какой очередь? А? Бәкең сәкен қайда? Енді мына очерктің артында тұрамыз ба? Енді осы театрдан билет алу үшін де бәке сәке керек, кезекпен тұрып аламыз ғой. Ал тұр. Тұрамыз, аламыз, бар. Тұр, шал, тұр. Excuse me, can I get 2 tickets, please? Мына кісі не дейді, түсінбедім? Господин просит 2 билета. 2000 теңге. How much is it? 2000. What? Hey, baby, it's not that cheap exactly, but that's okay. It's all right. Please. Thank you. Show me a little bit. Футболға ғой билет табасың, Ал енді футбол. Жүр, табамыз бе. Табасың. Атып аламыз. Ой, бәке, билет жоқ. Мүмкін пригласительный бересіз, Қайдағы пригласительный? Онсыз да жоғарыдан 15 билет сұрап жатыр. Шаршап қалды, кетем. Да, Анечка, привет. Баке, привет. Билеты нужны? Конечно. Что, билет нужен? Будь в обязательном порядке пригласительный. Есть. Я жду. Билетик, кому билетик? Билетик берем. Не хотите билетик? Билетик. Билетики нужны? Билетик. Билетики. Билетик сколько? 2. По 500, наверное. По 500, да. Второй ряд. Мало. Екінші ряд, 5-6 место. Пожалуйста. Футбол. Футболдан басқа культурный демалуға болады ғой. Мәселе міне театрға келу. Смотри, какая красота. Дегенмен футбол бар ғой бүгін. Айтыспа менімен. Мен сенімен айтысайын деп тұрған жоқпын, қымбаттым. Әні. Сенің айтыспаймын дегеніңнің өзі айтысу, білдің бе? Көрдің бе әнке? Жұрттың бәрі қарап тұр. Одан да поправка алсық. Жұрттың алдында мені масқара қылмай. Өшір соткыңды. Әйтпесе спектакль кезінде шырылдап мені бүкіл Атырауға позорить етерсің. Қымбаттым, жүрші.
Мына кісінің кім екенін білесің бе? Актриса шығар? Әрине актриса. Жай актриса емес. Народная артистка Казахской ССР Алма Ахметова. Міне бұндай Әйелді. адамдармен мақтануға болады. Әрине болады. Мен мысалға сенімен мақтан аламын. Ода тұрған не бар екен. Мына адамдар бар ғой, театрға қалай киініп келуді ұмытқан ғой, Қараш, қараш. Үстеріне не іліп алған? Ужас какой. Есіңде ме? Баяғыда театрға қалай келетін еді жұрт. Қандай бриллианттар болды. Қазір ондай бриллиантты көрмейсің де ғой. Қымбаттым, сен дұрыс айтасың. Қазіргі бриллианттардың сапасы өте төмен, ештеңеге жарамайды. Білесің ғой, өте төмен. Иә, солай. Шіркін, тағы да бір ауыз берейік дейтін. Қымбаттым, есіңде ме? Бұл театрдың актерлары қандай еді? Шіркін, актрисаларын айтсаңшы, актрисалар. Актрисалар? Иә. При чем тут актрисалар? Сен театрға барғанда, сол актрисаларға қарап жүр екенсің ғой, Вот. Я так и знала. Вот так и знала. Сенің бір нәрсе жасырып жүргеніңді, я знала. Қымбаттым, сен өзің жақсы білесің ғой, мен сенен ештеңе жасырмаймын. Сол актрисалардың барлығы сенің басып кеткен ізіңе де тұрмайды. Бірақ менің театрдағы ең сүйікті актриса мана Анета Баетова бар ғой. Сол саған өте қатты ұқсайды. Мен оған емес, ол маған ұқсайды. Мен даже одан да әдемімін. Между прочим, актриса болғанда? Баетова Анета. Міне. Вот содан да мықты актриса болатын едім мен. Тек мына бүкіл жастық өмірімді, бүкіл керемет шағымды саған қор қылмағанда. Вот я была дура, вот дура я была. Между прочим, сол театрда маған да бір актер ұнайтын. Кім еді анау? Төлеген Жангелдиев деген. Вот тұлға, вот мужчина. Ал сен оның қасында. Енді ол актер ғой, ал мен адам. Менен қалмай немене ішіп отырсың?